Сәлеметсіздер ме оқушылар? Барлығымыз білеміз, алда үлкен мереке келе жатыр, ол тәуелсіздік күні. Шын мәнінде бұл мереке ұлық мереке, ұлы мереке. Себебі бұл тәуелсіздікті ата-бабаларымыз ұзақ аңсады. Сол ата-бабаларымыз аңсаған тәуелсіздікке бүгінгі таңда біздер қол жеткіздік. Ендеше бүгінгі тәрбие сағатымыз тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналады. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы болашаққа жол ашқан тәуелсіздік. Енді оқушылар, тәрбие сағатымызды бастамастан бұрын барлығымызды ортаға шақырамын. Ортаға бір-бірімізге қарама-қарсы тұрамыз. Жақсы оқушыларына бұл сергіту сәтінің тақырыбы жылы лебіз деп аталады. Яғни біз бір сыныпта оқып жатқаннан кейін бір-біріміздің бойымыздағы жақсы қасиеттерді білеміз да. Енді бір-бірімізге қарама-қарсы тұрған көршіңізге өзінің бойындағы ең жақсы деген қасиетті айтып шығайық. Диназ, бастайық. Маған сенің бойында кеңпейілділік және жомарттылық ұнайды. Сен әрдайым жандағы адамдарға қуанышты сезім білейсің. Жақсы. Келесі. Маған сенің бойындағы ақкөңілділігің, қамқорлығың ұнайды. Сен маған сенің сыпайылығың мен мейірімділігің. Жақсы оқушылар, бір-бірімізге деген жылы лебізімізді арнасақ, онда бүгінгі күндеріңізде барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Енді қазір біздер топқа бөлінеміз. Яғни топқа бөлінген кезде әркім қай жыл мезгілінде дүниеге келді, сол бойынша 3 топқа бөлінеміз. Яғни қыс мезгілінде дүниеге келген оқушылар бірінші топқа, және де көктем және жаз мезгілінде дүниеге келген оқушылар екінші топқа, ал күз мезгілінде дүниеге келген оқушылар үшінші топқа барып жайғасамыз. Жақсы оқушылар, жаңа біздер жыл мезгілдері бойынша 3 топқа жайғастық қой. Енді біздер білесіздер да, еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін елімізде көптеген атаулы мерекелік күндер бар да. Сол бойынша сіздер маған атаулы мерекелерді тізіп айтып шығыңыздар. Қыс мезгілінде біздің елімізде қандай мерекелік күндер бар, және де көктем, және де жаз мезгілінде, және де күз мезгілінде қандай атаулы мерекелер бар, соны тізбектеп айтамыз. 1 минут топпен ақылдасып алайық. Жақсы оқушылар, уақыт аяқталды. Енді сіздер бойынша жаңағы жыл мезгіліндегі атаулы мерекелерді айтып шығайық. Ең бірінші қыс мезгілінен бастайық. Қыс мезгілінде біз 1 желтоқсанда тұңғыш президент күн, 16 желтоқсанда тәуелсіздік күн, және де 31 желтоқсанда жаңа жыл. Және біз көп ұлтты мемлекет болғандықтан 7 қаңтарда біз Рождество мерекесін тойлаймыз. Жақсы Аружан, рахмет. Енді бізде әрі қарай көктем және де жаз мезгілінде қандай арнаулы мереке күндері бар екен, сол туралы айтайық. Кім айтады бізге екінші топтан? Бізде көктем мен жаз мезгілдерінде көптеген мейрамдар болады. Оны атап өтсек, 1 наурыз алғыс айту күні, 8 наурыз халықаралық әйелдер күні, 14 наурыз көрісу күні, 22 наурыз мейрамы, ұлы күні. Және де 1 мамыр бірлік пен ынтымақтастық күні, 7 мамыр отан қорғаушылар күні. Жаз айларына келетін болсақ, 1 маусым ол бізде балалар күні болса, ал 30 тамыз Конституцияға арналған күн. Жақсы қарақат, рахмет отыра ғой. Енді біздерде күз мезгілінде қандай арнаулы мерекелер бар екен, бізге 3-ші топ бойынша кім айтады? Мен. Жақсы Назира. Күз мезгілінде де бірнеше мерекелер бар. Олар 1 қыркүйек білім күні, 3 қыркүйек тілдер күні, 1 қазан ұстаздар күні мен қарттар күні, 15 қараша ұлттық теңге күні және 25 қазан республика күні. Жақсы оқушылар, міне арнайы 4 жыл мезгілінде қандай елеулі мерекелер бар екенінен таныстық. Енді мен сіздерге тәуелсіздікке бүгінгі тақырыбымызға қатысты 3 топқа мен жеке-жеке тапсырма бергім келіп отыр. 1-ші топ сіздерге, яғни тәуелсіздік алғанға дейінгі елеулі оқиғалар тізбесін сіздер арнайы постерға түсіресіздер. Ал 2-ші топ сіздер тәуелсіздік алғаннан кейінгі біздің еліміздегі маңызды оқиғаларды жазасыздар. Ал 3-ші топ сіздердің тәуелсіздікке тартуларыңыз, яғни біздерде тәуелсіздікке сіздің 30 жылдыққа арналған өлең жыр шумақтарыңыз, я болмаса әндеріңіз сияқты сондай бір шағын қойылым әзірлеу керексіздер. Сіздерге тапсырманы орындауға 7 минут уақыт беремін. Барлықтарыңызға сәттілік.
Жақсы оқушылар, уақыт аяқталды. Енді әр топқа берілген тапсырма бойынша жұмыстарымызды ортаға шығып қорғайық. Біздер бірінші топқа берілген тапсырма тәуелсіздік алғанға дейінгі еліміздегі елеулі оқиғалар тізбесін жазу керек болды да. Бірінші топ ортаға шығып тақырыптарымыз бойынша қорғаймыз. Біздің топқа берілген тақырып тәуелсіздік алғанға дейінгі елеулі оқиғалар тізбегін құрастыру болатын. Біздің топ осы жұмыс бойынша жұмыстанды. Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама оқиғасы қазақ тарихында үлкен мағына алады. 1931-1933 жылдардағы ашаршылық Қазақстан тарихында ең зұлмат кезең болды. Келесі ол бізде саяси қуғын-сүргін 1926 және 1930 жылдарда белсенді азаматтар қуғын-сүргінге ұшыраған болатын. 1986 жылы 16 желтоқсанда болған оқиға барлығымызға мәлім болар. Осы оқиға біздің тәуелсіздік алуымызға қосқан үлесі зор. Осы оқиғалардың барлығы бізге тәуелсіздіктің қадірін түсінуге көмектеседі. Және де осы оқиғаларға қатысқан адамдардың барлығы біздің тәуелсіздік алуымыздан аңсаған. Біз екінші топ тәуелсіздік алғаннан кейінгі маңызды оқиғалар жайында айтып кететін боламыз. 1991 жылы 16 желтоқсан тәуелсіздік күні. 1992 жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымына кірген болатын. Ал 1992 жылы 4 маусымда рәміздер күні болып сайланды. Бізде 2000 жылы президент Еуразиялық экономикалық қауымдастық құрған болатын. 2013 жылы Қазақстан 2050 стратегиясы қабылданды. 2011 жылда Қазақстан алғаш Азия ойындары ұйымдастырылды. Бәріміз білетіндей 2017 жылы экспо көрмесі өткізілді. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі елеулі оқиғалардың ең маңыздысы ол 1993 жылы болған валюта теңгенің айналымға түсуі, 1994-16 ақпанда елбасы ядролық қарудан бас тартуы, және де 1994 жылы Алматы Астанаға. Жақсы, екі топтың жауабын тыңдадық. Енді үшінші топтың тәуелсіздікке қандай тартулары бар екен, ортаға шығып сіздерді тыңдайық. Мен тәуелсіздікке арналған өз өлеңімді ұсынамын. Тәуелсіздік тұғырым, байтақ шыңым, саған жету қиын етті, айтсам шыным. Әр таң сайын қуанамын, шалқып кетем, сен барыңды сезінгенде шіркін. Жасыл жайлау, түкті кілем, көк кілем, көк кілемге көп ойнаймын. Жақсы, енді оқушылар тәуелсіздік мұнарасын құрауға әрбір топтан бір оқушыдан келейік. Бірінші топтан Жақсы Ботагөз келе ғой. 1995 жылы 30 тамыз Қазақстан Конституциясы қабылданды. 1995 жылы Қазақстан Халықтар Ассамблеясы құрылды. Жақсы, қоя ғой. Бір негізін қалап. Жақсы оқушылар, сіздердің тәуелсіздік мұнараларыңыз биік болып құрылды. Енді осы сіздердің ұйымшылдықпен, бірлікпен атқарылған істеріңіз осылай жалғасын таба берсін дегім келеді. Енді жаңа сіздерді осы тәуелсіздік мұнарасының негізін қалап жатқан кезде бірқатар маңызды ақпараттармен таныстыңыздар. Енді сол ақпараттарыңызды қаншалықты есте қалған білу үшін сіздермен Kahoot тапсырмасын орындап жіберейік. Телефондарыңызды алайық. Сіздерді сілтеме бойынша Жақсы оқушылар, Kahoot-тың тапсырмасы бойынша жеңіске жеткен Ботагөзді құттықтаймыз. Жарайсың. Енді сіздердің бүгінгі тәрбие сағаты барысында бүгінгі біздің тәуелсіздікке қатысты да, тәуелсіздік алғанға дейінгі еліміздегі маңызды оқиғалар мен тәуелсіздік алғаннан кейінгі елеулі мысалға мереке күндерімізден танысқан болатынсыздар да. Енді тәуелсіздігіміздің біз әрқашанда қадір қасиетін мағынасын түсініп, әрқашанда оны келешек ұрпаққа біз оны насихаттап жүруіміз керек. Енді бүгінгі тәрбие сағатымыз өз мәресіне жетті. Барлығыңызды ортаға шақырамын. Оқушылар, қаншама ғасыр, қаншама жылдар өтсе де, жүректе мәңгі қалады өткен күндері.
Тәуелсіздік бізге келген жоқ оңай, бүгінде ерлікпен келді елімнің байтақ төріне. 30 жыл бұрын аңсадық бейбіт күндерді, 30 жыл бұрын қаладық азат күндерді. Сол күнге жеттік, аңсаған ата бабамыз, 30 жыл толды, тәуелсіздікті біз алғалы. Міне осылай біз бір шаңырақ астында тәуелсіздігіміз баянды ғұмыр кеше берейік. Енді сіздер қазір мына шаңырағымыз биік болу үшін, шаңырағымыздың іргетасы нық болу үшін әрқайсымыз бір лентадан алып, өзіңіздің елімізге деген жылы лебіздеріңізді арнайық. Қой үстінде бозторғай жұмыртқаланған заманда өмір сүре берейік. Дәулетіміз шалқып, береке бірлігіміз жалғаса берсін. Еліміздің мәртебесі биіктей берсін. Көк туымыз көк аспан